Аяулы жар, асыл ана, немерелерінің сүйікті әжесі. Сағынышпен еске аламыз. Хадиша Затыбек қызы. Әкесі Затыбек Төлебайұлы Елшібаев. Анасы Мәриям. Ата-анасында 5 бала болушы еді. Хадиша перзенттің үшіншісі, 2 қыздың үлкені болды. Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында дүниеге келген. Елі Дулат Шымыр. Әкесі халыққа қызмет көрсеткен еңбек ардагері. 30 жыл Ленин колхозын басқарған, елге танымал сыйлы адам болған. Ленин орденінің иесі. Анамыз Момышұлы ауданында орта мектепті бітіріп, 1978 жылы Алматыдағы медицина институтына түсті. 1984 жылы оқуын бітірді. Дәрігер деген атқа ие болып, өзінің еңбек жолына түсті. Көп жыл емханада дәрігер болып жұмыс жасаған. Бір 1981 жылы Ибраимовтар, Әлібаевтар әулетіне келін болып түсті. Албан еліне. Атасы Әлібай, енесі Рабиға, 11-12 баланың анасы. Ері Қуандық. 3 балаға ана болды. Райымбек, Әлия, Ербол. 10 немере сүйді. Кенже ұлының қолында Павлодар қаласында ол дүниеге қайтқан. Анамыз мейірімді, көркем мінезді, адамгершілігі мол адам еді. Ол әрқашан кеңес беруге, қолдау көрсетуге және қолынан келгенше көмектесуге дайын болды. Анамыз ақ көңіл адам еді. Сол қасиетінен өз отбасының, туған туыстың, көрші қолаңның, коллективтің құрметіне бөленді. Анамыздың Аллаға сенімі, жүректегі иманы күшті болды. 2000 жылдан бастап намазға келіп, иншаллах, жұмақтан орын бұйырсын. Kız eder
Сен қыз серуенге шықса дағы, ішінде шолпан жұлдыз жарығым сен Хадишай Бұрында сауытайдай жүрген басың, қаларсың біздің сөзгай қарағым зар Хадиша. Бал Хадиша, бір емес екі ай жеңгем келіп отыр, ұрықсат бізден сізге жанарым бар Хадиша. Шіркін шал Хадишам, кетті де бал Хадиша. Естігенде тауыңда жыландының, құшақтап қара жерді еңіреп жылағаным-ау, еңіреп жылағаным-ау, жаным Хадиша. С днем рождения тебя, пожалуйста. Да, покажи. Доча. Марьям, кара. Давайте опаду, Марьям. Молодец? Молодец. Мы будем есть. Молодец, Апан. Давай, поцелуй, поцелуй тебя, Апан. Ани, хочется. Ани, поцелуй. Я просто прям... Поцелуй, Апан. Америка, ты на улицу хочешь? Да? Поцелуй. Поцелуй Апашку. Марьям, молодец, Апан. Аяулы анашым, аяулы айбыны, арайлы ай күні, бақытым
дети, мы вас любим. Марикош, Амир, Ардак, Имаш, Аруна, Ислам, Далина, Далила, Дарина, Ашонай, Ашонай, менің Ашонайым. Мы вас всех любим. Анажан шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға. Амал не? Жоқ сіз бүгін ортамызда, сағындық ана сізде баршамызда. Жан ана, қыздарыңның тірегі едің, тірі болсаң жарқылдап жүрер едің. Болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің тәтті күлкің жадымызда. Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы, сағынышпен туғандары еске алады. Өзіңізбен өткен күндер жадымызда мәңгіге сақталады. Анашымыздың ақ жүрегін қатты сағындық. Біз сізді жақсы көреміз және әрқашан есте сақтаймыз. Жатқан жеріңіз жарық, топырағыңыз торқа болсын.